Бүгін сіздермен мраморное печенье, яғни мәрмәр печеньесінің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 100 грамм жұмсақ сары майымызға 150 грамм қантымызды қосып, бір келкі болғанша араластырамыз. Майымыз бен қанты біріккеннен кейін шым-шым ванильді қант қосамыз, кішкене шым-шым тұз қосамыз және 50 грамм какао қосамыз. Какао бұл жерде менде Малайзия какаосы, яғни неғұрлым какаоңыз сапалы болса, соғұрлым печеньеңізді дәмді болып шығады. 10 грамм қамыр қопсытқыш, 2 жұмыртқа қосып жақсылап араластырып аламыз. Шамалы араластырған соң ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызда менде алдын ала електен өткізілген 150 грамм ұнымызды саламыз. Ендігі кезекте осы заттардың барлығын біріккенше араластыратын боламыз. Қолымызға жабысатындай масса болады, себебі печеньемізді тоңазытқышқа салғаннан кейін ол қататын болады. Сондықтан қолға жабысатындай масса жасап, осылай 1 сағаттай тоңазытқышқа қойып қоямыз. 1 сағаттан кейін осылай міне қолға жабыспайтындай қамыр дайын болды. Ендігі кезекте осындай шарик жасап алып, сахарный пудраға қант ұнтағына аунатамыз. Көлемін өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Осылай жақсылап, аямай аунататын боламыз қант ұнтағына. Неғұрлым қант ұнтағына көбірек аунатсаңыздар, соғұрлым печеньеларыңыз әдемі шығады. Және де пергаментқа жаңағы противеньге орналастырған кезде арасына ашып орналастыруды ұмытпаңыздар, себебі печеньеміз көтеріліп жалпаятын болады. Печенье құрамында какао мөлшері көбірек болғандықтан шоколадты ұнататындарға бірден ұнайтыны сөзсіз. Сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте жеңіл жасалады, көріп отырғандарыңыздай. Және де лайк басуды ұмытпаңыздар.